Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сәбит Мұқановтың шығармасынан үзінді «Қайырымды ораз» деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдап, тақырыбы мен идеясына талдау жасайсыздар. Етістіктің шарттырай және бұйрықрай қызметін біліп, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдануды үйренесіздер. Сабағымызды жаңа сөздер мен олардың мағыналарына тоқталудан бастайық. Ителгі. Ірі жыртқыш құстың атауы, балалар. Төсек тарту. Ауыр науқасқа ұшырау. Жәрдемдесу. Көмектесу деген синониммен алмастыруға болады. Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Бірінші тапсырма. Суреттегі аңшы құстардың суреттері бойынша олардың атауын тауып көрсек. Иә, балалар, үшінші суретте бүркіт бейнеленген. Қаршыға екінші суретте бейнеленген. Және бірінші суретте ителгі бейнеленген. Сіздер де дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқимыз, тыңдаймыз. Ораздың қысқы соғымы қоян ғана. Оның үйі қоянды көбінесе сорпа қылып емес, бәліш қылып жейді. Ораз әңгімеші адам. Оның айтуынша, әкесі қашада аңшы екен. Ес білгелі, әкесінің қасына еріп, аңшылықты кәсіп еткен. Оның аң аулау туралы небір тамаша әңгімелері болады. Сол әңгімелерді аса шеберлікпен айтып береді. Оның әңгімелері әсіресе балалар үшін қызық. Ғажап ертегі сияқты әңгімелері менің есімде күні бүгінге дейін сақтаулы. Ораз аңнан қайтсақ, жұрт оның кеңесін тыңдауға жиналады. Бәйбіше, дейді қонақтарын жылшыраймен қарсы алған Ораз. Амандық саулықтан кейін. Даярлап әлшіңді. Асқа дейін біз әңгіме соға тұрайық. Әкем төсек тартып жатып қалды. Үйде ұстар мал да, қаражат та жоқ. Енді қалай күн көру керек? Мұндай жағдайда Ораз жәрдемдеспесе, сол жылы біздің үй аштан өлер еді деп ойлаймын. Келесі орындалатын тапсырманың бағалау критериймен таныс болыңыздар. Орта көлемді прозалық, драмалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдап, тақырыбы мен идеясына талдау жасау. Дескрипторы. Орта көлемді прозалық шығарманы тыңдайсыздар, ой бөліктеріне бөліп тақырып қоясыздар, идеясын анықтайтын боласыздар. Балалар, енді оқыған прозалық шығарманың үзіндісіне тақырып қойып, оның идеясын табайықшы. 6-шы тапсырма. Мәтінді мағыналық бөлікке бөліп, әр бөлігіне тақырып қойыңыз. Кіріспе бөлім аңшылық кәсібі ғажап ертегі. Негізгі бөлім Ораз аңшының қонақжайлылығы. Қорытынды бөлім екі үйге ортақ олжа деген тақырыпқа ие болған екен. Дұрыс тауыпсыздар, балалар. Мәтіннің идеясы аңшы Ораздың Мұқан үйіне көмек көрсетуі. Екінші тапсырма жазылым дағдысына негізделген. Мәтіндегі етістіктерді бұйрықрай тұлғасында жазу керек болады. Бағалау критерийі етістіктің бұйрықрай қызметін біліп, орынды қолдану. Одан шығатын дескрипторымыз етістіктерді бұйрықрайға түрлендіресіңдер және орынды қолдана алатын боласыңдар. Оқу тапсырмасына назар аударайық. Сіздер қосымша ақпарат көздерінен аңшы құстар туралы ақпарат
жазуларыңыз қажет. Бүгінгі сабағымызға 4 қадам әдісі арқылы рефлексия жасайық. Бірінші қадам не білетін едім? Екінші қадам не білдім? Үшінші не қызық болды? Және не білгілерің келеді? Сол жайында жазып берсеңіздер. Сабағымызды қорытатын болсақ, бүгін сіздер орта көлемді прозалық шығарманы тыңдап, ой бөліктеріне тақырып қойдыңыздар, мәтін идеясын анықтадыңыздар, етістіктерді бұйрық рай формасына айналдырып, қолдандыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.